Құрметті оқушы, бүгін біз сіздермен өнер иелерінің тарихы тең-теңмен тезек қабымен деген тақырыпты өтеміз. Өздеріңіз білесіздер, Тахауи Ахтановтың Күйеаңыз әңгімесінде Естемес, Оразымбет, Жаңыл және Жаңылдың әкесі деген кейіпкерлер бар. Бұл әңгіме барысында бұл кейіпкерлер туралы автор портреттеу арқылы толық бізге таныстырды. Сонымен қатар бүгінгі сабағымызда осы кейіпкерлерді сомдауда автордың тура мінездеуін және кейіпкерлердің бір-біріне берген мінездеулерін жіктейтін боламыз. Сонымен қатар кейіпкерлердің бір-бірінің арасында қарым-қатынасы арқылы олардың тілдік көрінісіне талдау жасайтын боламыз. Енді алдыңғы сабақта үй тапсырмасын тексерейік. Сіздерге үзіндіден көркемдегіш құралдарының қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтаңыз деген тапсырма берілген болатын. Бұл мәтіннің үзіндіден біз тамыры қураған ағаштай семіп деген мысал арқылы оның теңеу арқылы бергенін білеміз. Ірі тұлғасы мүсәпір бейнесі жасқа толы үлкен мөлдір көзі дегеніміз эпитет болады. Нардың түрі жүдеу, бүйірі солып, өркеш қамшылар жағына қисая бастаған дегеніміз ол портрет. Автор осы шығармасында портретті тиімді қолданады. Мысалы, Жаңыл жасы 16-17 шамасындағы қою қара қасты, мөлдіреген қара көзді, дөңгелек жүзді, қара торының сұлуы. Сонымен қатар бұл әңгімеде Жаңылдан басқа Оразымбет, Естеместің де портреттері жақсы қолданылады. Енді жалпы кейіпкерлерге талдайық. Басты кейіпкерлердің бірі Естемес. Естеместің әңгіме барысында ішкі сезімі, мұңы жақсы беріледі. Оны біз мына мысалдан көре аламыз. Жас 50-ге келді. Менің өмірім тұрлаусыз болып барады. Қанша ел көрсем де, жер көрсем де қайтып оралар бір қазығым жоқ. Жар сүймей, бала сүймей кетіп барам. Енді бір айналғанша қарттық келеді. Нағыз отбасының жылуын аңсайтын кез сонда болар дейді. Бұл Естеместің сөзінен біз оның отбасы жоқ екенін, осы 50-ге келгенше дейін жар сүймей, бала сүймегенін білеміз. Ал бұған не себеп? Неге Естеместің отбасы жоқ? Ендеше осы әңгімеден жауап іздеп көрейік. Сізге қарттық қайда? Есеке, әлі де біреуді айттыруға болады ғой. 60-тағы Түлкібайда былтыр қыз алған жоқ па? Деді ол ұстазының көңілін аулап. Естемес ащы мырс етті. Аңғыртсың-ау, немді көріп құда түсем. Күйге қыз берген қазақты әлі көргенім жоқ дейді. Яғни бұл Оразымбетке берген Естеместің жауабынан 50-ге келгенге дейін олар өнер қуып, өнер иелерінің артындағы оның әлеуметтік жағдайы туралы ескеріледі. Яғни ол кездегі қазақ халқында қалмал деген салттың бар екенін білесіздер. Қалмал дегеніміз айттырылатын қыздың қалмалы, яғни анасының сұрағын береді. Міне сол себепті де Естеместің беретін жинаған малы беретін қалмал болмағандықтан отбасының жоқтығын анықтадық. Күй құдіреті деген бөлімде біз қарияны Естемеске қолқа салған білеміз. Қандай қолқа салды? Қарт Естемеске мал жарықтықтың күйге елегетінін бар еді. Сен бір күйіп тартып берші, нарымды идіріп берші деп өтініш салады. Естемес бұл өтінішін қабылдай отырып, өзі де қолқа салады. Елде жоқ қолқа салады. Егер де мен сіздің нарыңызды идіріп берсем, осыған дейін мен жар сүймеп едім деген өтінішін айтады. Әрине қарт біраз ойланады, одан кейін сен де бір жүрген елдің азаматысың ғой, қызымды қор қылмасын деп өзінің келісімін береді. Сөйтіп Естемес өзінің көптен бері аяқталмай жатқан күйін бастайды. Нардың желіні тола бастайды. Бірақ сол нардың желіні тырсиып тұрса да, Жаңыл оны саумайды. Өйткені Жаңылдың таңдауы жас Оразымбет болды. Оны біз екі күйші өнерлерін бірдей салыңдар деген Жаңылдың сөзінен анықтадық. Автор бұл жерде осы кейіпкерлердің ішкі психологиялық сезімін керемет оңтайлы бере алған.
Оның барлығын біз әңгімеден мысалдар арқылы дәлелдеп келеміз. Ал енді тапсырма. Сіздердің міндеттеріңіз осы мәтіннен автордың кейіпкерлерге берген тура мінездеуін табасыздар, және мәтіннен кейіпкерлердің бір-біріне берген мінездеулерін табасыздар. Автордың берген мінездеуі ол тура мінездеу, ал кейіпкерлердің бір-біріне берген мінездеу ол жанама деп аталады. Мысалы, естемес жаңылға мынандай мінездеу береді. Даусының әсемін-ай, құлақты қытықтап барады, әрі еркін, әрі ибалы мінездеу онды екен. Бұл жанама мінездеу. Екінші тапсырма. Сіздер осы берілген кейіпкерлердің ішінен бір кейіпкер таңдайсыз. Екінші, сол кейіпкерлердің басқа кейіпкерлердің қарым-қатынас жасау кезіндегі тіліне, яғни сөзіне мән бересіздер. Оның сол сөздері арқылы қандай кейіпкер екенін айтып жазасыздар, анықтап жазасыздар. Өзі оған қосымша берілген тура мінездеу автордың пікірін қосасыздар. Өзіңіздің пікіріңізді, мінездеуіңізді дәлелмен жазасыз. Және бесіншіден, жандарыңызға жақын кейіпкерді жазасыз. Және ол неге сізге жақын екен дәлелді түрде түсіндіресіздер. Құрметті оқушы, берілген екі тапсырманы жақсылап түсініп орындайды деген ойдамын. Сәттілік тілеймін.